Сәлем достар, бүгін сіздермен өте керемет биік болып шығатын бисквит дайындайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, қант, ұн, крахмал және де қопсытқыш. Достар, ескеретін маңызды жағдай: біздің ыдысымыз осындай шұңқыр және де іші құрғақ, тіпті су тамшыларының да тұрмауы қажет. Өйткені біз ақуыздарымызды шайқаған сәтте ағып кетуі мүмкін. Және де миксеріміздің винчиктері де өте құрғақ, таза болуы тиіс. Ең алдымен жұмыртқаларды ағын сарысынан ажыратып аламыз. Және де ақуызымызға сарыуыздың түсіп кетпеуін қадағалаймыз. Егер түсіп кеткен жағдайда қасықпен алып тастауға болады. Достар, мұны неге айтып жатырмын? Өйткені біздің ақуызымыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Жұмыртқаны ағын сарысынан ажыратып алдық. Келесі кезекте ақуызымызды жақсылап миксердің көмегімен көпіртеміз. Мінекей осындай пенка пайда болады. Енді оған қантымыздың жартысын қосып, тағы да микселейміз. Қантымызды араластырып алдық. Мінекей осындай өзінің формасын сақтайтындай пенка пайда болады. Енді жұмыртқаның сарысына қалған қантымызды қосып микселейміз. Сарыуызды араластырып алдық. Енді оны ақуызымызға қосып біріктіреміз. Сонымен қатар араластыру барысында лопатканың көмегімен айналдыра отырып, төменнен жоғары қарай араластырамыз. Достар, ескеретін жағдай: қатты араластыруға болмайды және де видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Келесі кезекте ұн, крахмал және де қопсытқышты қосып, електен өткізіп араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерді араластырған кезде біз тестамызды төменнен жоғары қарай бағыттап араластырамыз. Қатты араластыруға болмайды. Тестамыз дайын болды. Енді оны фольга төселген формамызға саламыз. Және де 170 градуста қызып тұрған пешімізге 30 минуттай пісіреміз. Есте сақтайтын маңызды жағдай: бисквитіміз пісу барысында пештің бетін ашпаймыз. Егер де пешіңіз әсел немесе харлем болса, 150 градуста пісіреміз. Бисквитті пісіріп алдық және де оны бөлме температурасында суытып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бисквитіміз өте әдемі және биік болып шықты. Пышный бисквит дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Өмірбек Ақерке.